Нашақорлық ол адамға зиян келтіретін нәрсе. Адамның өзіне емес, отбасына, денсаулығына да зиян келтіретін нәрсе. Сондықтан оның үкімі шариғатта харам болып есептеледі. Құранда өздеріңді өз қолдарыңмен өлтірмеңдер деген аят бар. Міне нашақорлық соған алып баратын нәрсе. Адамды өз қолымен өзін құрдымға апаратын нәрсе. Пайғамбарымыз айтады, мас қылатын нәрсенің барлығы харам деген. Адамды есен адастырып, оны қолданғаннан кейін харамға, одан сайын бүлікке апаратын нәрсенің барлығы шариғатта харам. Соның үкіміне осы нашақорлықта кіреді. Ол адам денсаулығына зиян тигізеді, отбасына зиян тигізеді. Ал денсаулық, білесіздер, адам өміріндегі ең үлкен байлық. Денсаулықпен адам бүкіл бақытқа, жақсылыққа, қуанышқа жете алады. Сол қуаныштың барлығынан, жақсылықтың барлығынан, бақыттың барлығынан тыятын, одан алыс қылатын нәрсе осы харам болған дүние, соның ішінде нашақорлық. Денсаулығымызды күтіп, ондай сәл болған, көз алданы шайтаннан болған ләззатқа, қуанышқа, жақсы болып көрінген нәрсеге біз еліктемеуіміз керек. Шариғатта арам етілген нәрсені бізде арам деп танимыз, шариғатта адал етілген нәрсені бізде адал деп танимыз. Ал нашақорлық адамның өмірін құрдымға жіберіп, бұл дүниеде де ақиретте де бақытсыз болуға жетелейтін нәрсе. Содан аулақ болып, өз-өзімізді күтіп, денсаулық болған аманатқа қиянат қылмайық.